Армысыздар оқырмандар, бүгінгі кезекті клиентіміз Жанатбек аға Тараз қаласынан келіп Астанадан бір бөлмелі үй алды, иә? Иә. Ал Жанатбек аға енді жұмыс барысы қалай болды? Қиындықтар тап болды ма? Жалпы үй алу процесі қалай болды? Соны қысқаша ойыңызбен бөлісіп айта кетсеңіз. Жарайды. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен Тараз қаласынан келген едім. Мына отбасымызбен бәріміз ақылдасып, мына ұлымызға осы Астана қаласынан бір бөлмелі пәтер несиеге рәсімдеп алсақ деп келген едік. Одан мына Әділ бауырымызға жолығып байланысып, бұл Әділ бауырымыз сол бірінші күннен бастап бас аяқ сол бір аптаның ішінде басы қасында жүріп, бәрін жөнін сілтеп, мына Астананың өзі білесіздер, менің өзім бірінші рет келіп тұрмын. Өте үлкен қала екен. Біраз күн үй іздеп жүрдік. Иә, ол іздегеніміз бар, жаңағы банктерді аралағанымыз бар. Соның барлығында басы қасында жүріп, осы бауырымыз көмектесіп, жөнін көрсетті. Енді қиындық әрине, өзіңді айтып жатсың ғой, нанды магазиннен сатып алған оңай деп. Енді бұл рәсімдеудің бірталай жұмысы бар екен. Бір аптаның шамасында уақыт кетті. Өте жылдам деп ойлаймын өзім. Бір аптаның ішінде Аллаға шүкір, мінекей үйде болып, мінекей кілтін алып, қуанып жатқан жайым бар. Иә, бүгін кілтін алдыңыз. Иә. Тараздағы болашағыма хабарласып, бәрін көрсетіп, бәріміз де қуанып жатырмыз. Енді Әділ бауырыма мен тек қана рахмет айтамын. Алланың нұры жаусын. Қазақта айтады, қарғыс арқалғанша алғыс арқала дейді. Енді бірмен емес, бәрі де алғыс айтып жатқан шығар. Иә, Алланың құлағына шалынсын. Бала шағаңның қызығын көр, аман есен бол, жұмысың тек алға баса берсін. Әмин. Иә, біз сияқты қарапайым жұрттарды қуанта бер. Рахмет бауырым. Жақсы, үйлеріңіз құтты болсын. Біз сіздер үшін өте қуаныштымыз. Рахмет, үлкен рахмет. Бұл үйлеріңіз енді бастамасы болсын. Иә. Айтқаның келсін. Иә, ол енді жоспарда бар, Құдай қаласа. Алланың көзі тура болсын. Ал жақсы. Рахмет бауырым.